Ассаламу алейкум достар, сіздермен бірге Марфуға Шапян, әдеттегідей кітап туралы әңгімелесетін боламыз. Өткенде сіздерге қатты ұнаған Замандасың ұсынған 3 кітап айдарын ары қарай жалғастырамыз. Мен бүгін ерекше кейіпкердің үйіндемін, өйткені артымнан көріп тұрған шығарсыздар, тамаша кітаптардыр. Бұл оның өзінің жинаған кітабы. Сіздер әдетте көп жағдайда кітап оқитындар олар филологтар, немесе әдебиетшілер, немесе тіпті журналистер деп ойлаймын. Ал менің бүгінгі кейіпкерім ерекше. Мамандығы халықаралық құқық болса да, ол кітапты өте көп оқиды. Мен оның кітапты көп оқитынын көп жағдайда әлеуметтік желіден байқадым. Содан кейін осы өзімнің осы айдарыма қонақ ретінде шақырғанда өзім қонаққа келіп, міне оның кітапханасын көріп, сонымен бірге оның сіздерге ұсынатын 3 кітабын тыңдамақшымын. Міне сіздерге айтқан қонағым ол Альбина Әтен, халықаралық құқықты игерген және өзі соған қарамастан әдебиетке жаны құмар, әдебиет порталында қызмет істеген. Ал бүгінде баламен үйде тұрса да, декреттік демалыста кітап оқуға уақыт тауып, қаншама кітаптарды оқып тастады. Оның бәрін әлеуметтік желіден көріп жүрміз. Енді міне бүгін одан өзінің сүйікті кітаптары туралы сұраймыз, бірақ ол кітаптарға келмес бұрын, мына артымыздағы кітапхананың тарихын білуіміз керек сияқты. Альбина, мынаншама кітапты қалай жинадың, қанша уақытта жинадың, қайдан келді? Енді бұл кітаптар, рахмет біріншіден Марфуға осындай блогыңа сыйлап шақырып тұрғаның үшін. Бұл кітаптарды мен әлеуметтік желіде саласын дедің ғой. Оны бір насихат үшін салам да, мен мынанша кітап оқыдым деген сияқты бір мақтаныш үшін емес. Көбісі сұрап жатады, неге кітап сала бересің деп. Қазір әлеуметтік желілердің дамыған, технологияның дамыған кезінде адамдар аз кітап оқитын болғасын, кішкене насихат болсын деп салам. Бұл кітапхана көптеген кітаптары менің әкемнен мұра болып қалған десем қателеспеймін. Әсіресе орыс әдебиетін және әлем әдебиетін орыс тіліне аударған көп жинаған әкем. Сосын маған берді оның бәрін сый ретінде. Содан кейін қай жерге барсам да, бір мемлекетке барсам да, немесе қай жерде жүрсем де кітап сатып алуға тырысам. Егер бір таңдау болса, жаңа сөмке немесе кітап деген таңдау болса, мен 3 кітап алам, 4 кітап алам. Сөмкені сондай бір не бар, әдет болып кеткен. Онда біздің замандастарыңа ұсынатын 3 кітапқа келейік. Ең алдымен қай кітапты ұсынасың, өзіңнің сүйікті кітаптарың қайсысы? Менің сүйікті кітаптарым негізі, егер сүйікті жазушың деген сұрақ болса, мен алдымен Лев Толстойды айтар едім. Ол тек қана орыс әдебиетіне емес, әлем әдебиетіне үлкен із қалдырған алпауыт жазушы десек болады. Оның әрбір шығармасы психологиялық драма, адам мен адамның, әйел мен еркектің, бала мен ананың арасындағы үлкен қарым-қатынастарды зерттеген бір психологиялық талдау еңбегі деп айтуға болады. «Война и мир» мысалы, Анна Каренина. Жоқ, ол сүйікті жазушың деген сұраққа. Сосын Шерхан Мұртаза, егер қазақ әдебиетінен айтатын болсақ, көп адам сұрайды, неге орыс әдебиетін оқи бересің деп. Орыс әдебиеті, әлем әдебиеті деп. Негізі мен қазақ әдебиетінде өте көп оқимын. Сол үшін бүгін сол кітаптарды ұсынғым келеді қазақ әдебиетінен да. Ең бірінші кітап бұл Ілияс Есенберлиннің «Алыстағы арпалыс» және «Махаббат мейрамы», мынау екеуі бір неде шыққан, бір кітаптың ішінде бар. Бөлек-бөлек те бар, әртүрлі. Бұл кітап 84-ші жылғы баспамен шыққан. Бұл да әкемнен қалған бір мұра. Неге Ілияс Есенберлинді ұсынып тұрмын? Көп адам Ілияс Есенберлинді тек қана кочевникімен ғана таниды, көшпенділермен ғана таниды. Ойлайды, ол бір тарихи жазушы немесе тарихи роман жазатын ғана тұлға ретінде таниды. Ал оның романдары өте қазіргі өмірге де сәйкес нәрселер жазады. Мысалы, «Алыстағы арпалыста» екі достың арасында қарым-қатынас, сатқындық, достық, адами қасиеттердің ұлықтауы өте керемет жазылған. Менің бұл жастарға ұсынатын кітабым деп айтсам болады. Өйткені қазіргі көп жастар Эльчин Сафарали, Сесилия Ахерн дегенді оқиды. Өйткені оларға жарнама өте көп. Ал мынау кітап
біздің заманымызға да өте сәйкес келеді және жастарға тілі де жағынан өте жеңіл келетін жақсы кітап деп ойлаймын. Тамаша таңдау деп ойлаймын. Мен Махаббат мейрамы есіме түсіп отыр, өйткені Махаббат мейрамын әкем осы кітапты оқып, Махаббат мейрамын менің інімнің атын Еркебұлан деп осы кітапқа байланысты қойған. Соған байланысты міне қарап отырмын. Ал енді екінші кітап? Екінші кітап, білесің, мен Түркияда оқыдым, магистратурада 3 жыл. Түрк әдебиетін сол кезде жақсы көрдім. Одан бұрын тек Королек птичка певчияны оқыған болатынбыз. Ал о жаққа барғаннан кейін басқа да жазушылардың бар екенін, қазіргі заманауи жазушылардың да керемет екенін проза жағынан айтатын болсақ, оны да түсіндік. Мен қазір ұсынғалы жатқан кітабым Кафамда бір тухафлық Орхан Памуктың, бірақ орыс тіліне де аударған нұсқасы бар, Мои странные мысли деген. Бұл кітапты құрбым беріп жіберген, менің Алия деген Стамбулдан арнайы. Бұл кітапта... Неге бұл кітап? Бұлда да бір адамның өміріндегі әртүрлі жағдайларды ұсынады. Мына жердегі басты кейіпкер Стамбул қаласында алуан түрлі жұмыстерді істейді. Орех сатады көшеде. Сосын орех сатып отырып, адамдардың қимылдарын көреді. Қайда асығып бара жатыр? Қайда асыққан өмір деп. Оның философиялық шегіністері бар. Сол адамның Мевлют деген. Сосын ғашығына жазған хаттары бар. Өте жанға жақын келетін кітап деп айтуға болады. Және бұл Букеровский премия деген бар, соған енген, шорт-листіне енген кітап. Білесіздер, Орхан Памук бір жағынан Нобель сыйлығының иегері. Және Стамбул ол тек қана бір мемлекеттің астанасы сияқты бір символика қалып кеткен. Бірақ та Стамбул, егер бүкіл Константин айтқан екен, егер мен бүкіл әлемде бірақ қана қала астанасы болу керек болса, онда мен ол астанасын Стамбул жасайтын едім деп. Ол бір әлемдік орталық деп айтуға болады. Сол үшін де мынау кітапты Стамбулдың бір иісі аңқып тұратын сияқты. Орхан Памукты көп оқыған адамдар өзі айтады, біз Стамбулға осы Памук арқылы ғашық болғанбыз, және Стамбулға барған кезде көп жағдайда оның кітаптарында айтылған жерлерді іздеп, сосын сол бойынша аралап, сөйтіп жүретіндерін айтатын. Енді Алла қаласа біз де оқимыз деп ойлаймыз. Байқауымша сіз түпнұсқадан оқып жатырсың, иә? Иә, мен кітаптарды ағылшын, түрік, орыс, қазақ тілдерінде оқимын. Түпнұсқасында оқығанды жақсы көремін. Өйткені кейбір аудармаларда бізде ол да бір проблема Қазақстанда. Қазақ тіліне аударылғанда өте аудармалары сапасыз болып жатады. Ол біраз қиын және бір проблемалық мәселе көтеретін деп ойлаймын. Осы кезде, осы тұрғыда бір сұрақ қояйыншы. Тіл білу қаншалықты маңызды осы кітап оқуда және кітапты сіңіруде бойға? Өте маңызды сияқты. Өйткені бір диалекттер болады арасында кітапта. Сол өлкенің бір мәдениетіне сай бір нәрселер болады. Ол тек қана тілмен ғана келетін нәрсе да. Тілді білсең, сен оны түсініп тұрасың, сезесің, не айтқысы келген автордың. Аудармасын оқысам, мысалы, менде кітап бар, Шерхан Мұртазаның Ай мен Айшасын орысшасын оқыдым. Әдейі көрдім оқып орысшасын. Бұны да құрбым сыйлаған, Салтанат деген. Бұл орысшасында Шерхан Мұртазаны айтқысы келетін дәл түсіне алмайсың. Өйткені қазақшасын оқыған соң сен түсінесің басқаша. Әй балам деген сөздің өзі орысша несінде, орысша айтқанда біраз басқаша болады. Сондай аударма жағынан біраз қиындықтар бар. Сол үшін түпнұсқадан оқыған жақсы, және адамдарға, жастарға айтатын тіл оқу өте пайдалы нәрсе деп айтқым келеді. Бір тіл оқысаң, бір мәдениетпен танысасың дейді ғой. Сол сияқты. Ал енді үшінші кітапқа келейік. Үшінші кітап қазіргі туған күннің иесі, менің сүйікті ақыным, сүйікті қоғам қайраткері, сүйікті дипломат, сүйікті тұлға Олжас Сүлейменов. Кітабы Азия. Ол менің ойымша бүкіл қазақ азаматтар оқитын кітап сияқты. Тек қазақ емес, түріктер
тілдес халықтар, өйткені бұл кітабында өте филолог ретінде, филолог маман ретінде, аудармашы ретінде өзін өте қатты танытқан. Және «Слово о полку Игореве» деген шығарманың зерттеген, жақсылап зерттеген, және кейбір тарихи сәттерді опровержение жасайтын мынау кітапта. Яғни түріктердің тарихы ертерек шыққан, бұрынырақ шыққан деген бір не бар, бір сілтеме бар да бұл кітапта. Өйткені орыс тарихы бай деп солай айтып жатады ғой. Соған бұл кісі бір түрік халықтарының ескі тарихын зерттеп әдемі көрсеткен. Осындай сөздерді зерттеу арқылы, шығармалардың ішіндегі сөздерді әрбір сөзіне мән беріп зерттеген өте бір ғұлама адам деп ойлаймын. Және осы кітапты оқуға кеңес беремін. Міне, достар, біз Альбинаның сіздерге ұсынған 3 кітабын тыңдадық, және олар өте бір тамаша кітаптар болды деп ойлаймын, тамаша жазушылар болды деп ойлаймын. Марфуға, қазақта жақсы салт бар ғой, үйге келген қонақты құралақан шығармайды. Сенің де кітап құмарлық екеніңді білемін. Сондықтан саған өзіңе Қасымхан Бегмановтың «Этнограф мен әңгіме» деген кітабын ұсынғым келеді. Керемет. Ол бір тамаша сыйлық болған сияқты. Сенің Мариям Шухайдың кітаптарын сүйіп оқитындарыңды және Мұстафа Шухайды жақсы көретініңді біле отырып, осы кітапты сый ретінде ал. Және кішкентайындай сыйлығым бар, бұл кітапқа қоятын закладка. Бұл магнитный закладка. Баянан қысырып қоямыз, е? Ой, мынау бір тамаша нәрсе болды. Қай бетке келгеніңді баянан қысырып қойып, кітапты бүлдірмей, мен мысалы қайырып оқитын, кітапты бүлдірмей оқуға бір тамаша сыйлық болды. Жақсы, рахмет. Маған енді кітапханамнан бай болсын десеңіздер, кітап сыйлаңыздар. Келесі кейіпкерлердің бәрінен кітап сұраймын ау деймін мынадан кейін. Рахмет көп, Альбина. Сіздер енді кімдерді көргілеріңіз келеді? Маған астында комментарийге қалдырыңыздар, каналыма жазылыңыздар, лайк басыңыздар, және сіздердің ұсыныстарыңыз болса, қандай да бір пікірлеріңіз болса, мен оны қуана қабылдаймын. Кітап оқиық, кітаппен дос болайық, кітап жақсы бір ұстазымызға айналсын. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Ассалаумағалейкум, достар, сіздермен бірге Марфуға Шапян. Әдеттегідей кітап туралы әңгімелесетін боламыз. Бола ма? Сөйлей беремін бе? Кеттік боламыз. Өткенде сіздерге қатты ұнаған замандастың ұсынған 3 кітап Айдар. От қалдым сөзімді. Сіздерге бүгін бірақ менің бүгінгі кейіпкерім ерекше, ол халықаралық құқық мамандығының иегері болса да, мамандығының иегері деп айтпайды ғой, міне сіздерге айтқан қонағым, ол халықаралық құқық мамандығының жаңағына қайтадан айтайын деп отыр. Айналайын чудесное слово. Только жаль, что русский его не поймет. Мен ұмытқан болған ба? Қайтадан айтайыншы.